once again. Мен басында математиканы мүлдем түсінбедім. Маған әдебиет, жазу, тарих пәндері ұнайтын. Тек математика емес. 4-ші сыныпта мен үйде оқитынмын, ал сосын мектепте оқыдым. Енді мектепте математика сабағы мен үшін қиын еді. Мені ұстазым тақтаға шығара беретін, өйткені ешқашан қол көтермейтінмін. Басқаларды білмеймін, бұл әдіс маған ұнамайтын. Тақтаға шыққанда жауап беруге қиналатынмын. Есепті шығара алмай қобалжып, жынды болып кетемін. Ал басқа оқушылар мені мазақтап, мына ақымақ оп-оңай есепті шығара алмай ма деп айтатын. Мына ешақтық білмейді ғой, тауықтың миындай ми жоқ. Жарты бас деп мазақ қылатын. Мен математиканы мүлдем түсінбеймін. Әр адамның өз кемшілігі болады. Міне, менің кемшілігім математика. Әрі көбісі бұл пәнді ұнатпайды. Мен шынымен де шығарып түсінгім келді. Еңбегім сонда да зая кететін. 5-ші сыныпқа келгенде ештеңе түсінбедім. Сондықтан да бұл пәнді түсіну үшін бәрін істедім. Оқыдым, есеп шығардым, іздендім. Ата-анам маған көмектесіп, қосымша сабаққа да берген болатын. Сонда да бағам өзгерген жоқ. Бізге жаңадан мұғалім келген болатын. Ол да мені тақтаға шығара беретін. Шыққым келмесе де тек тыныш отырдым. Мен өзімді ақымақ секілді сезіндім. Бәрі маған күле бастады. Сосын басқа оқушыны шығарды. Неге оны бірден шығармады екен? Не деген адам өзі? Қазір мен 8-ші сыныпта оқимын. 6-7-ші сыныпта да математика қиын болды. Сондықтан да үйде оқитын болдым. Және әрең дегенде математиканы түсіне бастадым. Түсінбеген кездерім артта қалып кетті. Жай ғана бұған уақыт керек. Неге бұны айтып тұр дейсіз бе? Себебі сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Мен көп оқушыны көрдім. Олар да мен сияқты ағылшын, Қазақстан тарих және геометрия тағы да басқа пәндерді түсінбейтін оқушылар болды. Әрі сіз бір пәнді түсінбеуіңіз мүмкін, яғни қолыңыздан келмейді. Бұл қалыпты жағдай. Бұларға тек сабыр мен еңбек қажет болады. Тек қана сабыр мен еңбек.